Сәлем достар, біз бүгін банкада тауық етінен өте дәмді күріш басатын боламыз. Мен бір шыны күрішке осылай сәл ғана бетінен асып тұратын су құйып қойып қойдым. Су күрішімізге сіңіп кету керек. Ал тауық еттері үшін қара бұрыш және де паприка, дәміне қарай тұз, кептірілген чеснок барлығын араластыратын боламыз. Үлкен қасықпен сметана қосамыз және де тауық етіне арналған арнайы приправа қосатын боламыз. Үлкен қасықпен 3-4 қасық сметана саламыз. Барлығын араластырып, тауық етін салып, 1 сағатқа холодильникке бетін жауып қойып қоятын боламыз. Ал біздің күрішіміз 20 минут тұру керек, жарты сағат 20 минут. Және бір сәбізді теркадан өткіземіз, бір тәтті бұрыш және пиязды видеодағыдай тураймыз. Сәбізіміз жұмсарғанша пиязбенен сәбізді осылай тұзын қосып қуырып алатын боламыз. Және банкамызға ыстық күйінде қазір видеодағыдай салатын боламыз. Мінекей біздің күрішіміз суды өзіне сіңіріп алды. Енді банкаға ыстық күйінде сәбізбенен пиязды саламыз және бетіне тураған көк бұрышымызды салатын боламыз. Тауық еттерін бөлек ыдысқа алып, түбіндегі қалған сметана бұрыштарымызға күрішті салып, араластырып алатын боламыз. Күріштің артық суын төгіп тастайсыздар. Осылайынан араластырып, банкамызға саламыз. Банкаға салған кезде күрішті нығыздап, қасықпен басып салатын боламыз. Күрішті салып біткеннен кейін күріштің бетінен 5 мм-дай асып тұратындай су құятын боламыз. Одан кейін тауық етін салатын боламыз. Жаңағы күрішке батырып саласыздар. Кейін бетін жауып, тесіп, жаңағы фольганың бетін суық духовкаға салатын боламыз.
банканы қойғаннан кейін ғана барып 200 градусқа 1 сағат тушить ететін боламыз. Ас болсын.